Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабақта мен to be етістігінің өткен шақтағы формасын түсіндіріп кеткім келіп отыр. Өткен сабақта біз to be етістігі үшке бөлінеді деп айттық, иә? Ол am, is және are. Енді бүгінгі сабақта мен оның өткен шақтағы формасын айтқым келіп отыр, яғни мен кезінде оқушы болдым, бірақ қазір мен студентпін деген сияқты сөйлемдерді қалай айтамыз. To be етістігі ол кезде екіге бөлінеді, was және were. Was деген жекеше түрдегі сөздермен қолданады, ол I, мен, he, ол туралы айтқанда, she, ол қыз туралы айтқанда, it, жансыз заттар мен жануарлар туралы айтқан кезде қолданамыз. Were-ді көбінесе біз көпше түрдегі заттар туралы айтқанда қолданамыз, яғни көпше түрде деген жаңа you, ол сен, сендер, сіз, сіздер, they, олар, және we, біз немесе біздер. Енді сөйлем құрастырып көрейік, жаңағы мен айтып кеткен мен оқушы болдым, бірақ қазір студентпін деген сөйлемді қалай айтамыз, көріп тұрғаныңыздай бір жағы өткен шақта тұр, екінші жағы осы шақта тұр, оны былай айтамыз. I was a pupil, мен оқушы болдым, but now I am a student. Бірақ қазір мен студент болып табыламын, яғни студентпін, бірақ көбінесе қазір мектептің оқушыларында біз pupil емес student деп айта береміз. Енді мен кезінде мұғалім болдым, бірақ қазір дәрігермін, мысалы. I was a teacher, but now I am a doctor. Немесе ол такси жүргізушісі болды, бірақ қазір бизнесмен. He was a taxi driver, but now he is a businessman. Осындай структурамен, конструкциямен біз сөйлем құрастырамыз. Көпше түрде айтатын болсақ, олар кезінде, мысалы, кім деп айтсам болады, олар кезінде ветеринар болды, бірақ қазір олар дәрігерлер, They were vets. Vet деген ветеринар, енді ветеринарлар деп көпше түрде айтып тұрғасын, біз s жалғаймыз соңына, They were vets, but now, бірақ қазір they are, олар doctors, дәрігерлер болып табылады. Яғни біз дәрігерлер are деген жаңағы етістік болып табылады деп қосымша аудармасы, бірақ біз дәрігерлер деп айтып тоқтай саламыз. Енді бұл болымды сөйлем. Болымсыз сөйлемде өткен сабақта мен айттым, қандай сөз қосамыз дедім. Болымсыз сөйлемді білдіру үшін әрине not қосамыз. Енді өткен шақтағы сөйлемді құрамыз, жаңағы минуспен белгіленген сөйлемдер. Оны қалай айтамыз? Ол мен дәрігер болған жоқпын. I was not, қысқартқанда wasn't деп айтамыз, a doctor. He was not a vet. Ол ветеринар болған жоқ. He wasn't a vet деп айтамыз. Олар ветеринарлар болған жоқ. Яғни олар ветеринар болған жоқ деп біз айтқанмен, бірақ s жалғауымыз керек. They were not, яғни оны бірге қосқан кезде weren't деп айтамыз. They weren't vets. Олар ветеринарлар болған жоқ. Сұраулы сөйлем қалай айтамыз? Яғни ол студент болды ма? Was he a student? Өткен сабақта қараған болсаңыздар, мен осы to be етістігіндегі сөздер бірінші орынға шығады деп айтқан болатынмын, сұраулы сөйлемде. Сондықтан біз мына жерде was'ды бірінші орынға қойып тұрмыз. Was he, екінші орында зат есімі тұр, яғни бастауыш. Was he a student? Яғни тікелей аударатын болсақ, болды ма ол студент. Осылай аударады ағылшында. Болды деп айтатын болсақ, yes, he was. Немесе болған жоқ деп айтатын болсақ, no, he was not, немесе he wasn't деп айтамыз. Олар болды ма, олар студент болды ма деп айтатын болсақ, were they students? Болды ма, they, олар, students, студенттер, were they students? Болды, олар болды. Yes, they were, немесе жоқ болған жоқ. No, they were not, немесе weren't. Енді
осы сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Енді тағы бір айта кететін нәрсе, бізде тағы сұрақты, мысалы, ол студент болды ма дегенмен бөлек, ол қашан студент болды деген сияқты сұрақта қоюымызға болады. Оны қалай, қашан, не, кім, қалай деген W мен H-дан басталатын сұрақтар бізде бар ағылшын тілінде. Оған біз yes немесе no деп жауап бермейміз. Мысалы, ол кезде ол сөздер уже бірінші орынға шығып кетеді, жаңағы to be жетістіктері орнымен жылжиды шамалы. Олар бірінші орын болса, жаңағы to be жетістігі екінші орын болады, зат есім үшінші орынға тұрып кетеді. Мысалы, ол қашан студент болды деген сұрақты қоятын болса, қашан деген сұрақ ол when was he a student? Міне, ол қашан студент болды, when қашан, болды was, he, ол, студент, a student. Ол қашан студент болды? Енді айтайық, примерно шамамен 2 жыл бұрын ол студент болды, бірақ қазір ол студент емес, ол жұмыс жасайды. He was a student 2 жыл бұрын, 2 years ago. Ол студент болды 2 жыл бұрын. Бұндай темаға біз әлі алдағы уақытта келеміз. Мен жалпылама қазір түсіндірме ретінде айтып өткім келіп отыр. Себебі тапсырмаларда кейде ондай сөздер кездеседі. Сіз айттыңыз ғой, was бен were бірінші орында болады, to be бірінші орында болады деген сұрақтар туындамас үшін мен сіздерге қазір жалпылама айтып кеттім. Алдағы сабақтарда оған біз тағы да тоқталатын боламыз. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Менің видеома лайк басып, подписка жасап, комментарий жасасаңыз нұр үстіне нұр болар еді. Қандай тақырыпта видео түсіргенімді қалайсыздар, комментарийге жаза кетсеңіздер. Okay, our lesson is over. Goodbye.